Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен Азылқиясова Сымбат Мұратқызы, Алматы облысы Алакөл ауданы Үшарал қаласындағы педагог Мұхамедбай Мыңбайұлы атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 118-ші сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы одағай. Сабағымыздың мақсаты сөйлемде оқшауланып тұратын сөздер қалай аталатынын білеміз және құрамы мен мағынасына қарай ажыратамыз. Одағай сөз табына жататын сөздер. Адамның көңіл күйін, сезімін білдіру мақсатымен ғана емес, сонымен қатар басқа біреуге бұйыру, ишара білдіру, немесе малды, үй хайуандарын шақыру, айдау, қорғау мақсатында да қолданылады. Тіліміздегі одағай сөздер осындай мәніне қарай 3 топқа бөлінеді. Көңіл күй одағайы, шақыру одағайы, жекіру одағайы. Көңіл күй одағайына алақай, ойпырай, әттең, ах деген сөздер жатады. Шақыру одағайына көз, шөре, моқ. Жекіру одағайына тәйт, тек, жә деген сөздер жатады. Енді одағай сөздерінің ерекшелігі. Толық лексикалық мағынасы жоқ, белгілі сұраққа жауап бермейді және сөйлем мүшесі бола алмайды. Енді мысалдар келтірейік. Көңіл күй одағайларына таңғалу, жекіру, ренжу, қуану, шаттану жатады. Енді мына мәтінге назар аударыңыздар. Әкетай, апатай, жұмысты бітіріп қойдым. Бәрекелді, жарайсың. Бұл жердегі жарайсың, бәрекелді сөздері қуану, шаттану одағайына жатады. Келесі мәтін. Анашым, маған тағы шоколад беріңізші. Жоқ, балам, болмайды. Анашым, бере салыңызшы енді. Болды енді, балам, жетер. Бұл жердегі жетер деген сөз жекіру одағайы болады. Енді одағайлармен әрі қарай танысу үшін мультфильм көрейік. Құлыншағым менің, құрау, сен менің секеңдеген лағымсың, шөре лағым, менің кішкентай ғана күшігімсің, күшігім. Қарындасым менің, не істеп отырсың? Мен ойыншықтармен ойнап отырмын. Құрау, құлыншағым, шөре лағым менің. Мынау сенің ботаң. Көз, ботақаным. Аға, рахмет сізге. Сен шақыруды білдіретін біршама одағайларды біледі екенсің. Одағай? Ол не тағы? Сөйлеушінің айтылған ойға қатысты әр алуан көңіл күйін білдіретін сөзді одағай деп атайды. Мысалы, алақай, бәрекелді, әттеген-ай, шіркін-ай. Бұлар көңіл күйді білдіретін одағайлар. Сонымен қатар, шақыруды білдіретін де одағайлар бар. Мысалы, жаңа ғана өзің айтып отырған құрау, шөре, ка, көз, және одан басқа пышайт, моқ деген одағайлар бар. Мен одағайға көп мысал келтір аламын. Бай, ду, охо, айхай, пәлі, мәссаған. Тамаша, Дана, енді есіңе сақтап ал. Одағайлар сөйлемдегі басқа сөздермен байланысқа түспейді. Сөйлем мүшесі бола алмайды. Қосарланған одағайлар дефис арқылы жазылады. Мысалы,
әукім, әукім, әукешім. Одағайлар сөйлем мүшесінен үтір немесе леп белгісімен ажыратылады. Мысалы, алақай, алақай, біз бүлдірген теруге барамыз. Одағайлар сөйлемнің басында, ортасында және соңында да келе береді. Соған сәйкес тыныс белгілері де өзгеріп отырады. Мысалы, мен тезірек үлкейсем, шіркін. Ка, Вики, неткен сүйкімді күшік едің? Көрдің бе, Дана? Біз одағай сөздерді күнделікті өмірде көп пайдаланамыз. Жақсы балалар, бізге бүгінгі тақырыбымыз жақсы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді сіздерге үй тапсырмасын беремін. Үйге тапсырма, мына берілген ссылканы басып кірсеңіздер, менің Google дискіме барасыздар. Ол жерде одағай тест деп тапсырма қойдым. Сол тесттерді орындап, маған жіберуді ұмытпаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.